Короче, почти по утрам. Сынаватырмын уж последний брай. Ничего не могу кушать. Қазір кешкі сағат 6:30 болды, я еще не завтракала. Тұрып хотя бы картошка жарып етейін дегем. Кеше кафеден тамақ іштім. Күнде кафеден тамақ ішемін. Бүгін даже баруға уақытым болмады. Соны ладно, бүгін тамақ істейші деп едім. Вот что токсикоз болып жатырмын. Өлейін деп жатырмын прям. Я даже забыла, что такое токсикоз. Жылағым келіп отыр прям. Бір ай болып дұрыс тамақ жемегеніме. Ортасында қинап жеймін. Қарным ашқан сияқты, бірақ құсқым келіп тұр одновременно. Картошка кішкене аршыды да құсқым кетті, короче. Ужас. Нельзя жаловаться, но это оказывается. Мен көрмедім. Күнәтсіз. Біз поликлиникаға қайта келдік. Бүгін хирургқа кіреміз. Тағы да күтіп отырмыз. Сол баяғы күтіп отырамыз біз. Ішінде адам бар. Запись жазыламыз, бірақ күтіп отырамыз. Папа ұйықтап отыр, қазір кішкене ойнайын деп отыр. Сіздер не жаңалық отыр, не істеп жатсыздар? Шақ түспеді. Бүгін Түркістанға келдік. Нариман күтіп алып. Қазір Түркістан керуен сарайға смотрящий. Мамаларда енелерім бар дейді. Как говорится, хороший человек всегда за столом. Ассалаумағалейкум. Нағаш қарасы фри жасаудың бар ғой. Профессионалы болған ғой. Панировкасы білә. Бүгін обедте донер жасаймын ғой. Қалайсыздар, не істеп жатсыздар? Донерге подготовка полным ходом. Міне ғой. Міне лаваш. Сыр обожаю. Мына курицасы. Сейчас будет вкусно. Мне приятного аппетита. Вам без обид. Көресің бе мана донерді?